Кішкене қорқыныш болып тұр. Алла амандық берсін. Бірінші поликлиникаға порталдың қағазын алуға келдім. Отправление алып, қазір барамын. Роддомға бара жатқан адамның түрі. Супермаркетке кіріп, жейтін нәрселерімді алып жатырмын. Таразда бізде өзі екі-ақ роддом бар. Мен осы ОПЦ-ға келдім. Қазір регистратурадан өтеміз. Ең бірінші келіп, аяқ киімді ауыстырып аласың. Сырттан киген аяқ киімді үйге беріп жіберу керексің. Мына жақта тіркеу. Очередьпен. Бірінші патологияға жаттым. Осы палата 3 адамдық. Мына жақта бір әпке жатыр. Мына жақта ешкім жоқ пока что. Мына жақта мен жатырмын. Басқа дым жоқ ішінде. Қол жуатын шкафчик, тумбочка. Мына жақта шкаф общий. Мына жақта туалет и душ. Мына жақ душ. Тексеріс. КТГ түсіреді қазір. 20 минуттай. Роддомның тамағы. Суп. Кешкі тамақ. Диетический. Мен ойлап тұрдым. Завтрак осындай. Каша, нан, май береді. Інім келді. Жақсы өзің қойсын. Мамасымен келдім. Роддомға қандай тамақтар келеді артыңнан. Көрсетейін. Шам, булочки. И мына жақта блинчик өзім сұратқан. Бұл тамақты да өзім сұраттым. Котлет, пюре, рис, жұмыртқа. Және фрукты, алма, банан. Тура больницаның ортасында осындай жер бар. Короче, мына төбесі ғана ашық. Ал былай барлық жер жабық. Осы жерге ғана шығуға болады. Еще беременналар ғана туғаннан кейін шығармайды мүлдем далаға. Терезені де аштырмайды ол кезде. Осы жерде сәл ғана прогулка жасап қайтып кіресің. Еще қапырық бұл жер. Жігітім келді. Заттар алып келді. Еще постельдің сумкасына салға келген, да? Кешкі 10-ға дейін тамақ ішіп алуға рұқсат. Палатадағы 3 қыз тыққан-пыққанымыздың бәрін шығарып тамақ ішіп отырық. Бар жақта да негіз көп. Столовыйда осындай тамақ береді. Азанға кашан алайын деп тұрмын. Очередь. Уходовый крем, умывашкаларды осындай кішкентай ыдыстарға құйып алып келгем. Ары кетсе 5-6 күнге барлығын көтеріп жүрмей. Кейбір келген передачаларда ғана көрсетіп жатырмын. Барлығын емес, негізі көп келеді ғой. Памперс, Екасандыкі, көрпа, и нан. Ал мына пакетте уже өзім сұратқан заттары. Ватный диск. Маздар. Шашыма ободогым. Пеленка.
балаға заттар. Тоже баланың денесіне бөрткенге жаққанға паста және гигиеналық заттар. Влажная салфетка и тағы бір мазь. Жаңа босанған келіншекке ең керегі сорпа ғой. Палатаға кварц қосылды. Кешкілік серуен деймін ба. Сыртқа шығарып тастайды. Закат күшті болып тұр екен. Біздің эстетика осы болып жатыр. Сүт, шай, каша, сорпа. Осыдан асқан тамақ жоқ болып жатыр ғой. Босанғаннан кейін жатқан палатама обзор жасайын, рум-тур деймін ба. Мына жақта кіре бергенде бірінші душевой мен туалет бірге. Мынадай. Одан кейін 2 адамдық палата. Мына жаққа әлі ешкім келмеді. Мына жақта мен жатырмын. Шкаф. 2 адамға бір шкаф. Баланы осында киіндіресің, астына заттарыңды қоясың. Төсек, темір төсектер. Постелі ақ, наконец-то. Одан бала жатқызатын. Ананың төсегі, баланың төсегі. Және де заттарым жартысын астына қойдым. Қол жуатын, бұнты астына заттарымды қойсаң болады. Жалпы осындай бөлме. Артық ештеңесі жоқ. Мен бірінші этажда жатырмын. Бұл роддомның арт жағы. Осы жақтан келген адамдармен терезенің алдына келеді, сөйлесеміз. Бүгін босанғаннан кейін 4-ші күн өтіп жатыр. Алла қаласа ертең шығарамыз деп отыр. Менде де, қызымда да бәрі жақсы, ойдағыдай. Алла қаласа ертең выписка! Ура! Шашым жалбырап кетті. Күнде өріп жүрмін. Особо майланған жоқ. Майланбаса екен деп отырмын енді ертеңге дейін шыққанша. Мен үйде жеңіл киімдерімді бәрін дайындап кеткен ғой выпискаға ше. Күн ыстық 30 градустың жоғары етін. 30 градустан үстінде етін ғой. Ал осы айға келгелі жаңбыр сондай болып 20-25 градусқа әрең жетіп жатыр да. Деп отырмын ғой. Не кием енді деп. Бастысы аман-есен шықсақ болды. Осылай. Бояусыз, бірақ бар ғой, бетім енді сәл ісік бар, бірақ өте тазарып, әдемі болып жатыр. Дәу-дәу киімдер өзіне. Осылай, бір-бірімізге қарап, уақыт өткізіп жатырмыз. Роддомда барлық бала мен анаға осындай Хаггис 4 штук памперс сыйлыққа береді. Және де аптечка береді. Аптечканы қолданып үлгердім уже. Ішінде не бар екеніне обзор жасап кетейін. Бөлме температурасын өлшейтін градусник. Бинт. Мынадай мақта. Негізі 4-еу етін. Мына жақта 2-еу. Мына жақта 2-еуін ашып қойғам. Мына уже қолданылып жатыр. Хлоргексин. Детский крем. Балалар сабыны. Груша. Санипласт. Регидрон сияқты болу керек. Үш өткенге қолданылатын. Және де градусник. Осындай аптечканы сыйлыққа береді. Қызыма алғашқы соскасын осы пустышка алдық. Ромашка болушы. Бұл кішкене түрі басқаша екен. Соскаға үйретсем ба деп жатырмын. Секімді, қызыл түсті.